Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Канадада балаларға сүт ақысы беріледі. Бұны көп адамдар бәрі біледі. Сондықтан балалар қанша ақша алады ай сайын, қалай алуға болады, қандай адамдар оны алуға болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы жайлы болмақшы. Сонымен бірінші, қандай адамдар сүт ақысын алуға болады. Әрине, сіз канадалық citizen болатын болсаңыз, канадалық болатын болсаңыз алуыңызға болады, балаңыз бар болатын болса. Екінші, permanent resident. Бұл жердің ұзақты тұрғыны болып келген, ұзақты тұрғыны болған адамдар алуына болады. Үшіншіден, temporary resident who has lived in Canada for the previous 18 months. Бұл бір жақсы жағдай. Сіз Канадада 18 ай уақытқа шейін тұрған болатын болсаңыз, мысалы, кейбір оқушылар келіп 18 айға шейін, 1,5 жылға шейін тұрды, оқуын бітірді, бітті болмаса әлі оқуын үйреніп жатыр, олардың балалары бар болатын болса. Әрине, бұл жердегі бала, Канадада туылған бала болатын болса, ол туыла салған кезінен бастап сүт ақысын алуына болады. Сіз оқушы болып келіп болмаса, қызметкер болып келіп, бұл жерде 18 ай тұрғаннан кейін, сіздің балаңыз сізбен бірге еріп келетін болса, семьяңыз келетін болса, ол балаға да сүт ақыны алуға болады. Балаңызбен бірге, басынан бастап бірге келген болса да болады, сіз 18 айға шейін тұрып, одан кейін барып, семьяңызды шақыртып алып, балаңыз сол кезде келген болса, оғанда сүт ақыны apply қылуыңызға болады. Екіншіден, бұл жерде айтып отырмын, сіз сөзсіз осы баланың туған әке-шешесі болмаса, негізгі жауапкер адам болуыңыз керек. Өйткені бұл жерде кейбір балалар өзінің ажырасып кеткен адамдар көп, сондықтан баланы негізгі қарайтын не әкесімен, болмаса не шешесімен, болмаса кейбір жағдайда басқа кісілер қарап жататын caregiver болады. Сондықтан кім осы баланың қасында әр күнгі жүріс-тұрысына, баланың үйрену оқуына жауапкершілікті бірінші ең атқаратын адам болатын болса, сол адам алады деп есептейді. Әке-шешесі бірге тұрған жағдайда female parent мамасына береді. Әрине, енді біздің қазақтың өзіміздің салт дәстүрімізде, басқа жағдайды білмеймін, енді өзімнің семьямда, болмаса өзімнің әке-шешемнің семьяда бізде сенікі, менікі деп бүйтіп бөлмейді, сондықтан біз үшін бір семьяға келген ақша деп есептеледі. Бірақ бұл жақта, мысалы, сіз әкесі, болмаса шешесі екеуі бірге тұрған жағдайда бұл ақшаны шешесіне береді, мамасына береді. Бұл жерде екі адам бірге тұрғанда, болмаса ажырасып кеткен кезде кімнің қайсы адам мамасы болмаса әкесінің кімнің қасында көп уақыт тұрған кезде ақшаны қалай есептейді деген сондай өте жіңішке жағдай айтылған, бірақ өз ойымда бұл көп адамдарға, әсіресе біздің қазақтар үшін айтқан кезде ол бір ондай бір үлкен үйлеспейтін жағдай екен, сондықтан бұны айтпадым. Үлкен жағдан бала кімнің қасында тұрса, сол ата-анасының кімнің қасында тұрса, сол үлкен адам сол алуына болады. Негізгі жағдай сол осы екі түрлі. Біріншісі туыла салғаннан бастап аласыз, енді бірі жаңағы айтатындай сіз документтеріңізді тапсырасыз. Мысалы, сіз өзіңіздің той куәлігіңізді, баланың туылған куәлігін, одан сіз осы жерде 18 айға шейін тұрдым деген куәлігіңізді дәлелдеуіңіз керек. Мысалы, оқуға түскен 18 айға шейінгі уақытын, одан сырт жаңағы сіз балаңызбен осы бір семьяда тұрғаныңызды дәлелдеуіңіз керек. Мысалы, сіздің қай жерде тұрасыз, жатақханада жатасыз ба, үй сатып алдыңыз ба, өзіңіздің үй адресін бересіз. Үлкен күрделі көп материалдар керек емес, өте оңай жолымен алуға болады. Сонда ең маңызды сұрақ, қанша ақша тиеді? Бұл көп адамдар үшін әсіресе жаңадан осы Канадаға келіп жатқан newcomer, жаңадан келіп жатқан адамдар үшін сүт ақысы ол баланың өзінің тәрбиесіне, баланы бір үйренуге апару, болмаса daycareға, мектепке апару. Бұл жердегі мектеп әрине мектептерден ақша алмайды, бірақ сіз кішкентай бала, 3 жастағы баланы
оқудың алдында киндергарденға барған кезде балабақшаға апарған ақшасын сіз төлеуіңіз керек, сударына беруіңізге болады. Сондықтан ол қалай есептейді, қанша ақша алуға болады. Ода көп деген сұрақтар болады, көп. Мысалы, сіз бір семьяда қанша бала бар, соған қарайды. 6 жастан кішкене балалар көбірек алады, 6-дан 18 жасқа шейінгі аралығында олардың айлық беретін үстақысы біршама төмен, бірақ өте үлкен парақ жоқ. Одан сырт сіздің жылдық кірісіңізге қарайды. Көп жағдайда келген оқушылар болмаса, жаңадан келіп жатқан, жаңадан қоныс аударып келген ньюкамерлер, жаңадан келген адамдар болатын болмаса, енді бастап осы жақта қызмет, бір жарым жыл қызмет істеген адамдар үшін оның кірістері өте жоғары емес. Сондықтан ең төменгі кіріс деп есептейтін болатын болсақ, 2 бала деп есептедім бұл жерде. Ода көп кіргізетін немелер бар. Мысалы, сізден сұрайтын сұрақтар, сіз қайсы өлкеге келдіңіз? Бұл да байланысты. Кейбір өлкелерде federal government, былай мемлекеттік деңгейдегі мемлекеттің беретін балаға беретін үстақысы бар, бұдан ойын өлкелік беретін үстақысы бар. Сондықтан мемлекеттік деңгей бәрі оқшаш, бірақ қайсы өлкеге келдіңіз соны қарап отыра, ода біраз парық болады. Сондықтан сіз қайсы өлкеге келдіңіз, той қылдыңыз ба, той куәлігіңіз бар ма? Өйткені Канадада сіз той қылмай тұрып бала болу жағдай болады, оны сіз дәлелдесеңіз, мысалы, той қылған жағдайда той куәлігіңіз бар. Енді common law дейді, common law дегені 2 адам бірге 1 жыл болмаса 2 жыл бірге тұрған, соны дәлелдей алатын болсаңыз, мысалы, бір жерге үй майлаған кезде 2 адам бірге майлады деген соның бәрін дәлелдей алатын болсаңыз, ондай жағдайда да той қылмай тұрып бала болған жағдай болады. Одарға да, ол туылған балаға да оқшаш тең қарайды. Енді сізде қанша бала бар, баланың туылған жылдарына қарайды, өзіңіздің туылған жылдарыңызға қарайды, аты жөндеріңізді кіргізесіз. Енді бірі, мысалы, кейбір балаларда, кейбір, мысалы, disabled, тума болмаса, кейінгі бір кемшіліктер болады, мысалы, ауру балалар болатын болса, оларға беретін бала үстақысы, мысалы, оларға медицин алу керек, дәрі алу керек деген сияқты, equipment алу керек. Оларға тағы да үстақысына қосып береді, ол тағы да оқшаңайды. Одан сырт жаңағы айтып отырған сіздің жылдық кірісіңізге қарайды. Олардың бәрін толтырасыз. Бұл жерде сіз, мысалы, үй майлап отырған болдыңыз, 1 жылда сіз қанша үй майлап отырған ақшаңыз кетеді. Ол, мысалы, сіздің кірісіңіз мүмкін жоғары болуы мүмкін, бірақ сіз үй майлап отырған, майлаған ақыңыз жоғары болатын болса, сіздің кірісіңізді төмен деп есептейді. Сондықтан сіздің кірісіңізге қарай отыра, жылдық кірісіңізге қарай отыра, балаға беретін қанша ақша беру керек дегенде есептейді. Одан сырт сіз осыларға қарай отыра, сізге есептеп көрсетеді. Мысалы, мен жаңа ең төмен жағдайдағы кіріс қалыпты бір оқушы болмаса, бір қызметкердің қалыпты жағдайдағы кіріс деп есептедім. 2 бала бар жағдайда, мысалы, баланың жасына да қарайды деп айттым. Бір баланы 3 жаста, бір баланы 6 жаста деп кіргізіп көрдім. Сондықтан одан келгені айына 2 балаға $960. Одан сырт өлкелік, мысалы, мен әзір Торонтода тұрамын, сондықтан Торонто өлкесінің өзінің беретіні $125. Жалпы екен осылай $110 таяу ақша болады. Біз айтып жатамыз, осы Канада кішкентай балаларға деген өте көп қамқор білдіртеді, өте көп жақтан оларға балаға тиімділік жағдайларын жасайды. Бұл жерде айтарсақ өте көп, мысалы, осы әзіргі пандемик жағдайда бұл балаларға беретін ақысын тағы да жоғарылатты. Мысалы, жаңағы $110 деп отырмыз, одан $200, $1200-300 аралығында ай сайын 2 бала болатын болса, $1200-1300 аралығындағы ақша береді.
Одан сыртын мысалы кішкентай балалар әзір үйде тұраптан оқу үйреніп жатыр. Әрбір өлкеде өзі оқшамайтын қамқорлықтарын көрсетіп жатыр. Мысалы балаларға үйден оқитын болса, оларға компьютер керек. Әрбір семьяда компьютер бар бола бермейді. Кейбір үйде бар болған жағдайда үлкен кісілер өздерінің қызметіне, үйренуіне істететін жағдай болатын болса, сіздің айтқан сөзіңізді бұл жақта, өйткені көп адамдар шындық сөйлейді, шын сөйлейді. Сондықтан ол сіздің айтқан маған керек, біздің үйде 2 компьютер бар, бірақ мен оны қызметімді істетемін, балаға керек деп бір графикадан толтырып берсеңіз, балалардың өзіне компьютерді ұзақ уақытқа шейін істетуіне болады деп берді. Мысалы біздің үйде менің қызым бар, соның оларға берген Chromebook. Соны үйде отырып дәрістерін, оқуларын үйренуіне болады. Бұл жерде енді балаларға деген көп қамқорлық жағдайлары бар. Бұны енді үлкен жақтан айтқан кезде осы сүт ақысы балаларға деген бір үлкен тиімділік жағдай. Сондықтан мен бұл жерде айтып отырған нәрсем, сіздерді Канадаға қарай тарту, болмаса шетел қарай шығару нәрсе емес. Мен бірнеше рет видеоларда өстіп айттым. Менің мақсатым сіздерге информация беру. Өйткені бұл информацияны Қытай тілінде болмаса, ағылшын тілінде, әрине басқа тілдерде, орыс тілдерде бәрінен табылуға болады, әрқандай жерден. Бірақ сіздің білетін тіліңіз жаңа бір қазақша тілді ғана білетін болсаңыз, әрине сіз үшін мұндай материалдар, информацияда көп табыла бермейді. Сондықтан менің мақсатым сізге информация беру. Сіз мүмкін өзіңіздің арманыңыз бар шығар, шетелге шығып келейін, барып осы тұрмысты көрейін дейтін ондай болатын болса, сізге де көп информация керек. Ол жақта тұрмыс қандай екен, ол жақта балаларға қандай болады, өзіме қызмет, болмаса үйрену болатын болса, жағдай қандай болады деген нәрсені өзіңіз білуіңіз керек. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Сізге ұнаған болатын болса, лайк басыңыз. Біздің каналға жазылмаған болатын болсаңыз, сөзсіз subscribe қылыңыз, сөзсіз жазылыңыз. Видеоларымызды елдерге тарқата жүріңіз. Өзіне керекті осындай видеоларды іздеп жүрген адамдардың алдына барсын, оларға бір көмек болсын. Тағы да айтарым, сізде сұрақтарыңыз бар болатын болса, қандай тақырыптарды айтайын, біздің комментарийға жазыңыз. Сөзсіз соған қатысты видеолар жасайтын боламыз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Рахмет.